Екінші жұпта Ордабасылық Ақмаралдың мерейі үстем болды. Енді сіздердің назарларыңызға келесі ақтық жұп Отырарлық Әселхан мен Ташкент облысының ішкі істер қызметкері Құлмахан Дүйсеновтің айтысын назарларыңызға ұсынамыз. Yürekli кейден
бәрісін ай күзеткізіп Kömeyden altın sözün köldeydi oy, kulmakan yendi sözün jöndeydi oy. Altında yesiginde men turganda ağama klientler kelmeydi oy. Aytudan жақсы сөзді ұялмаймын, осындай кең сарайда жырарнаймын. Әшейін артыңыздан кетер едім, үйде болып үш баламды қия алмаймын. Қарасын қайның тегі баспаймын ба, серіксіз сені тегі тастаймын ба. Ағаңа келетінде жүзгенше, солардың бірін таңдамай қоспаймын ба. Мінекей жұмысыңды анықтадым, әзілмен біраз жерге қалықтадым. Сағынсам үш балаңдай қылмаған жан, тұрасың Ташкент жаққа ай, барып Айдысың онда қайдың тәмәм болсын, боз торғай жұмыртқалар заман болсын. Сәлем айт Ташкенттегі туыстарға, денсаулық бала-шаға аман болсын. Өткізіп қырдың жібін, сырдың жібін, асқандай бір белестен тұрмын бүгін. Бүгінгі бір ғасырлық Сұлтанбектің ұрпақтар тойлай берсін ай мың жылдарын. Қазіргі сөз облыстық мәдениет басқармасының бастығы, айтыскер ақындар Әділқазылар алқасының төрағасы Табанды Әжібековте. Осыған қоса айтарымыз, мынау мерейтойдың ұйымдастыру комитеті осы ақындардың құрамын қарай отырып, және оларға қатысушыларды қарай екшей талдай отырып, өздері мынандай шешімге келді. Жастарды тәрбиелеудегі біздің айтыскер ақындарымыздың жөн жобасын, жолын нығайтып, оның беделін көтерудегі еңбегін ескеріп, бүгінгі торқалы тойға арнайы келіп, өзінің өнерін ортаға салып, өзінен кейінгілерге жол көрсете білгені үшін Тәушен апамызға біздің ұйымдастыру комитетінің ұйғарымымен түрлі түсті шетелдік телевизор сыйлауды ұйғардық. Бас бәйгені Жигули автомашинесін Әселхан Қалыбекова, түрлі түсті телевизорды Ағмарал Леубаева, түйе сыйлығын Шыршыттан келген Гүлнар Жылқыны, Қызылордалық Зухра, Құнанды Арыстық Бегарыс және Өгішені Ташкенттік Құлмахан иемденді. Алмағайып заман түрінің де жетісіп тұрғаны шамалы. Егеменді еліміздеп, кеуде соққаннан көрі кешегі қиын шақта ел арысы болған ағалардың бір сәт азаматтық бағытына да көз жүгірткен жөн сияқты. Біз қабарымызды халқымыздың бір туар азаматы, қоғам және мемлекеттің көрнекті қайраткері Сұлтанбек Қожановтың сонау 1932-33 ашаршыл жылдары жүрегінен тебірене айтқан жүрек жарды мынандай сөздермен аяқтағымыз келеді. Ашыққан, тарыққан, қалжыраған қалқымай, сендердің аш құрсақтарыңды қалай тойғызып, қалай ғана жұбату сөзін айтармын.